Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған поезд Теріскейге жетті. Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Смирнов елді мекеніне аялдаған қонақтарды жергілікті тұрғындар жылы қарсы алды. Бүгінгі күні Аққайын ауданында 100-ге жуық этнос өкілдері айрандай ойып тату-тәтті өмір сүруде. Астанадан барған түрлі министрлік өкілдері бір күн бойы қабылдау өткізетін болады. Жалпы ел аралап жүрген мәңгілік ел пойызының жетекшісі Әміржан Әлпейісов азаматтардың басым бөлігін емделуге квота алу, несие, зейнетақы мәселелері алаңдатып отыр дейді. Бұл ретте білікті мамандар сәйкесінше өз кеңестерімен бөлісуде. Ал ертең поезд Ақмола облысының орталығы Көкшетау қаласына жол тартпақ. 10 мыңнан аса біз халық қабылдадық. Осы 11 күннің ішінде ең бастысы бүкіл министрліктен 96 маман келді деп айтып отырмын. Соның ішіндегі ең көбі 30-дан аса адам бұл дәрігерлер. Жалпы біздің пойызымыздың алға қойған мақсаты әлеуметтік мәселелерді шешуге атсалысу.